Сәлем достар, сіздермен бірге Тентек арнасы. Достар, бүгін сіздерге біз сіздердің сүйікті рубрикаларыңыз логикалық сұрақтар айтарын жалғастыратын боламыз. Сонымен әр сұраққа ойлануға 10 секунд уақыт беріледі. Олай болса, кеттік. Сонымен алғашқы логикалық сұрақ. Ойлануға ескертемін, 10 секунд қана уақыт беріледі. Қандай сұраққа иә деп жауап беруге болмайды, уақыт кетті. Сіз ұйықтап жатырсыз ба деген сұраққа иә деп жауап бере алмайды екенбіз. Қандай ыдыстан тамақ іше алмаймыз? Бос ыдыстан тамақ іше алмайды екенбіз. Адамдар мен көліктер басып өтетін жануар қалай аталады? Жауабы қарапайым, зебра. Адам оның қосылғанын қалайды, алайда қосылған кезде ашуланып өшіруге асығады. Бұл қандай зат? Әрине жауабы оятқыш. Барлығымыз бұл затты арнайы үйде ұстаймыз, бірақ та бір қосылған кезде өшіруге асығамыз. Оны жерден көтеруге оңай, бірақ алысқа лақтыру қиын. Бұл қандай зат? Жауабы оның мамық. Біз оны жерден оңай жеп-жеңіл ала аламыз, бірақ алысқа лақтыра алмайды екенбіз. Сонымен соңғы логикалық сұрақ. болған кішкене ойлануға тура келеді, бірақ жауабын тез табады деген үміттемін. Бір кісі жолда автобус күтіп отырып, қасындағы кісі бос отпайын деп танысу мақсатында жолын сұрайды. Сонда ол кісі жұмбақтап, менің жасым ғасырдың 1/4-інің жартысының 2-ге көбейтіндісіне тең деген екен. Сонда оның жасы нешеде? Бұның жауабы қарапайым. Бір ғасырды 100 жыл деп алатын болсақ, оны 4-ге бөліп 2-ге көбейтіп, тағы да оның жартысына 2-ге бөлсек 25 шығады екен. Сіздер дұрыс тапты деген ойдамын. Егерде дәл осындай логикалық сұрақтарды қалайтын болсаңыздар, астыға бүкіл жауаптарыңызды қалдырып кетіңіздер. Лайктарыңызды, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше.